Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамда тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Әрине, егер ол сіздердің бас қауіпсіздіктеріңізге ешқандай қауіп төндірмейтін болса, ал егер қауіп төндіреді деп қорқатын болсаңыздар, ол кезде жалған аккаунт ашыңыздар, сол арқылы бәрін жазыңыздар, сол жерде бәрін айтыңыздар. Бұл жалған аккаунт жөнінде мынау Тоқаевтың жуындысына тойып жүрген шабармандары, жалбақпайлары жақсы біледі. Солардан сұрап алсаңыздар болады. Қалжың әрине. Ал тақырыпқа келетін болсақ, мынау Украина-Ресей соғысы, мына 3 жыл болды. Енді әні тоқтайма деген жаңағы күтуде отыр екі жақта. Менің айтқым келгені бүгінгі неде естеріңізде болса, 17 ақпанда, мүмкін жаңа датасынан кішкене шатасу мүмкін, сол кезде мынау украиндықтар КТК-ны жарды, Қазақстанның құбыры Ресейде орналасқан құбырды жарды. Украинаның құқығы бар стратегиялық объекттарға шабуыл жасауға. Сөйтіп Ресейдегі орналасқан сол КТК-ны жарды. 3 күн бойы үн-түнсіз отырған депутаттар Лавров ауздарына сөзді салып бергеннен кейін айдап салып, Қазақстанды Украинаға, міне Қазақстанның сондай құбырын жарды, сөйтті, бүйтті. Ол Қазақстандікі ғана емес қой, ол құбыр, ол жерде американдықтардікі де бар, долясы өздерінің. Міне сол айдап салғанға мынау нелер жалбақпай сатқын депутаттар сайрап шыға келді, жаңағы Украинаны айыптады, сөйтіп біздің немізге шабуыл жасады деп. Ал мақұл, оның артынша Аяулы деген ауылда, Батыс Қазақстан облысында 1,5 метрге жуық дрон табылды. Оны көрдіңіздер, бір ғана жылт етті да қойды. Бірақ биліктен әлі жапқан ауыздарын ашып, ештеңке айтқан жоқ, түсіндіріп, ол не дрон, қандай дрон? Ол дрон Францияның өнімі, мүмкін СБУ-да, украиналықтарда тізімде тұрған, солар пайдаланған, мынау жаңағы сол жерлердің бәрін зерттеп жатқан дрон. Неге десеңіздер, сол жерде сол ауылдың бір жартысын неге жалға алып отыр Ресей. Капустин Яр деген, міне сол жерден өздерінің орешниктарын атқылады. Ертеңгі күні сол Украина сол жерді тасталқан қып атқылайтын болса, біздің ренжуге ешқандай да құқымыз болмайды. Өйткені біз өзіміздің жалға беріп отырған Ресейге, жалға беріп отырған жерімізден Ресейге рұқсат еттік сол жерден атқылауға. Ол жерді талқандауға Украинаның 100% құқығы бар қорғаныс ретінде. Міне ойлана беріңіздер, біле беріңіздер, ол украиндықтар мынау қазақтарға қастанғандықтан емес, мынау Ресейге соғысының міне соны бытшыны шығару керек, өйткені сол жерден келіп украиндықтарды өлтіріп жатыр Ресейдің зымырандары. Сол үшінде ойланыңыздар, халқым, ояныңыздар. Мына келіссөз жақсымен аяқталсын дейік, ал қалай аяқталған күнде де, бірақ өз тағдырың өзіңнің қолыңда. Украинаның соғысы жеңіспен бітсе де, жеңіліспен бітсе де, біздің өмірімізді ешкім келіп сіздерге өзгертіп бермейді. Бәрі өздеріңіздің қолыңызда. Мынау астыртын елдің арасындағы жүріп жатқан тіршіліктен хабар алыңыздар, сол ортаны көбейтіңіздер, келе жатқан X күніне сақадай сай тұрыңыздар, сөйтіп X күні батырларымыздың жанынан табылып, бейбіт те берекелі Қазақстанымызға, әділ Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.